болар тағайтысқа тырысқаным, тырыссам ортаймайды ырыспағым. Үмітпен тағы келдім алдарыңа, көктемдей көңіліңмен тыныстадым. Ағайын шабысыма бір қиқу қос, қаласаң жүрегімнен жыр ұшқанын. Сенгенім Құдайменен сендер ғана, аяғыма қарамайтын туыстарым, әгегәгім, әгегәгім. Ағаны түсінбесе бауыр қайып, ал енді бізде біраз дауылдайық. Қош келдің қасымызға Нұрбол інім, оздық деп жұлдыздың ауруымен ауырмайық. Тоқтарлар мініп көрген зымырандай, бөгелмей ел алдында зауылдайық. Албаста өлеңіңді жас жүйрігім, не айтсаң да ағалықпен қабылдайық. Бағанағы үйірілген бұлт секілді, жау алмай кетіп жүрме жауын байып, әгегәгім, әгегәгім. Жалғанып бір өлеңі, Ринат бізге қарап жыр өреді. Жұлдыздық аурумен ауырмайық дегеніңе ініңіз түнереді. Ренжіме, мен айтыстың жұлдызымын, қолдайтын елім отыр міне мені. Бірақ оған жүлденің қатысы жоқ, құратақтың соңынан кім ереді? Біз қазір Ақсуатқа келіп тұрмыз. Бұл Ақсуат дегенің ұлы еледі, бұл Ақсуат дегенің жыр еледі. Үрістемді тудырған ұлы еледі, сан мықтылар шығатын дүр еледі. Ей, домбыра ұстап шыққан бала көрсе, жұлдыздай жарқыратып жібереді. Ей, жан емессің қарсыласты игізбейдің, менен кеміп қалмайды сыйыңыз дейтін. Жау алмай қалып жүрме жауын байып, дегенің сөз ғой мені күйгізбейтін. Мен жаусам да ештеңе бола қоймас, жансың ғой көрерменнен сыйды іздейтін. Ей, мен жаусам да ағасы бұлай тұста, халқың бар ғой саған су тигізбейтін. Ей, финалға Нұрбол деген жақсыл келіп, төгіліп жырламақшы тасқын болып. Бағана Үрістеммен айтыстым ғой, ағамыз тілек айтты қас дүр болып. Айтыстың қасқыры бол деген еді, алдыңа отыр енді басқұл келіп. Ей, бағана суыр болып кетіп едім, алдыңа қайта келдім қасқыр болып. Ей, ендеше Нұрбол қалай шабандайды, өлеңін Ринатқа мол арнайды. Білушем Ақсуатта аңаулайтын қасқыр Ержан дейтұғын ағам жайлы. Ринат қанша мықты болғанымен, меніңше менен озып шаба алмайды. Ей, Нұрболың қасқыр болып кеп тұрғанда, қасқыр Ержан болмаса ала алмайды. Ей, Ринаттың атағы дардай мекен, айтыста еш кідірмей заулайды екен. Шығыстық берік уәли ағанғазы, ініге аға деген таудай мекен. Хабардың директоры болдағамыз, ағайын қолын соғып қолдай мекен. Бірақ оның Ринаттай інілері байқаймын сәл басқаша сарнайды екен.
сынайды депутатты министрді, сынамаған адамы қалмайды екен. Ағасы хабар болып отырғанмен, інісі кіткадан аумайды екен. Ал енді тыңда мені қасқыр бала, баса тұр аптығыңды тасқындама. Аңшылық, саятшылық Ақсуатта бабалар тастап кеткен дәстүр дара. Мен сені сахнада билетемін, қанша қасқыр болсаң да күйретемін. Өйткені сол Ержанның бауырымын, белгілі сол жағымнан сыйлекенім. Айналдырып тұзағыма түсіріп ап, құлағыңнан ұстап ап сүйретемін, әгигәгім, әгигәгім. Біреуі болмасам да кемеңгердің, мен қалай ел алдында төмендермін. Бағана суыр бөбең нұр бол үнім, енді айтқан сөздеріңе елеңдермін. Біздің жақта бар еді бір мәтел сөз, онымды мына халық елердермін. Суырдың баласы да суыр еді, суыр қасқыр болғанын сенен көрдім, әгигәгім, әгигәгім. Сөз салдың хабардың да бастығына, жоқ еді оның бізбен достығы да. Екі күн маған дауыс берген жоқ қой. Білмеймін достығыма, қастығыма. Айтыстың боп отырған куәгері, кешегі бабалардың мұрагері. Әрі жерлес, әрі ағам, әрі туыс, олаз десең берік уәли құдам еді. Ауылдың иттерінің аузы сасып, құдамыз құда болсаң шыда деді. Оның да көретіні жақсы емес қой, көтермелеп отырса мына мені. Біздің ел жағынуды ұнатпайды, сондықтан бізден талай жырақ қайғы. Жалғыз берік емес қой қазыларда, ешкімді бүгін Ринат бүгін саған сынатпайды. Мен өз басым берікке сенім артпан, қылайым бұл ойымды жырақ қайғы. Берік ағам дауысын бермесе де, әйтеуір әси апам құлатпайды, әгигәгім, әгигәгім. Мынауың Ринаттың шапқаныма, шығасап өзін өзі мақтады ма? Қасқыр Ержан ағамның інісімін түсіремін деп отсын қақпаныма. Бұл айт сахнадағы егес білем, аңшы жайлы әңгіме көп естібем. Атақ деген ақынның автоматы, Ринаттың атағы белес білем. Мықты болсаң жеңіп ал өлеңіңмен, осының жауап болсын сен естіген. Өйткені Қасқыр Ержан ағамды мен қақпанмен аңаулайды деп естібем. Ақсуат ел екенсің берекелі, белгілі рухыңның өр екені. Өткіздің балуандардың бәсекесін, көрінді білек тұлдар көп екені. Бәйгенің таң қалдырды мына мені 140 шақырымдай жол екені. Қалада өтпейді мұндай фестивальдар, немқұрайлы қарайды неге екені. Алақандай Ақсуат жасап жатыр, мегаполис жасамаған мерекені. Десек те қалағанша дамыт делді,
Мен ауылдан көремін бақыт делді. Шүкірін ұмытпаған қайран ауыл қаншама таланттарды танып берді. Қазақтың бір ауылы бесігінде тербетті Ринаттай данық дерді. Қазақтың Ақсуаттай бір ауылы Рүстемдей ақынға бағыт берді. Айтысымның айналған жұлдызына тұлғаның бәрін ауыл тауып берді. Бірақ қазір ауылдың жағдайына білемін толмайтынын халық көңілі. Жолсыз, газсыз ауылдар мәселесі қанша жыл ескерусіз қалып келді. Ауылдан бастау керек дамытуды, адан бастағаныңдай әліппеңді. Талайларды көтерген ауылдардың өздерін көтеретін уақыт келді. Жұп болдым Ринат деген братанмен, қарсыласқан ақынды шыдатармен. Сәл сыпайы сабырлы айтысқайсың, әдеп сақтау дегенді ұнатармен. Нұрбол менен айтысып отырсың ғой, айтысып отқан жоқсың Нұр Отанмен. Баланың тиік қалдау тасқа басы, осылай шығады екен масқарасы. Аядай Ақсуат деп кемсітпесен, бұл берекел елімнің баспанасы. Ауданның орталығы болса дағы, Ақсуат наймандардың астанасы. Агигагым, агигагым. Дұрыстап оқтырайын шырағыма, естігенін айта бергіш сірә бұда. Қасқыр ержан қақпан тұзақ бірдей құрат. Қылышы да бар салынған қынабына. Шүкірлік мылтығы да бар ағамның. Осылай жауап берем сұрағыңа. Сен өл жайлы естісең мен көремін. Естіген мен көрген бірдей тұрады ма? Ал бауырым көргенімді түсіндірдім. Таңдауың қақпаныма, тұзағыма. Екеуінің біреуіне нақ түсесің. Көп сене берме бауырым құлағыңа. Агигагым, агигагым. Бүгінгі жас ақынның епті бәрі шығып ап Ринатқа кек қылады. Нұрболмен айтысасың, Нұр Отанмен айтысып тұрған жоқсың дегені бір қытықтап кетті дағы. Нұр Отан соғысының ардагерем, ағаңыз солай қарай еп қылады. Мен өзім нұр дегенді естік қалсам, ұстап ап нұрылдатқым кеп тұрады. Агигагым, агигагым. Ринат кендеместің зор ақылдан, өзіңе жанкүйер боп елі отырған. Бұл ағамыз шығыстың өз ақыны, туған жерге келгендей боп отырған. Батыстан Нұрбол деген бала келді, ол да осы елдің қамын жеп отырған. Бірақ та бір сөзіңді түсінбедім, соныңды түсіне алмай көп отырғам. Қайтадан ұсынайын кезегіңді, бірден жауап естісін ел ақыннан. Ринат қай қазақтың баласы едің, қонаққа тұзақ құрам деп отырған. Келгенде Ақсуаттың даласына, байқап сөйлегейсің бала сірә. Қонақ емес қасқырмын демеп бедің, кеп тұрған Ринатпен таласуға.
Қонақпын десең саған ат мінгізіп, жіберері қарты мен баласы да. Қонақ болсаң айналайын сыпайы бол. Сенің сыпайылығың нақ осыма. Біздің елдің қонақтары қойдан жуас, қожайынның жабыспайды жағасына. Агигагым, агигагым. Бұл Нұрбол топқа кірген өрен еді, өренін қолдайтұғын өреледі. Кеше Ерлан айтысып Рүстеммен, менмін қонақ аюың деген еді. Отырдым сол айтысты қарап қап бір, қонақты сыйлау деген ғажап дәстүр. Кешегі Ерлан балаң қонақ аю, ал енді Нұрбол балаң қонақ қасқыр. Апырай болып келді қасқыр қонақ. Бұл күнде неше түрлі дәстүр болады. Қонағыма дастархан ұсынайын, отырса Нұрболдайын жақсыл қарап. Қонақ күту қазақтың парызы да, адамның ұқсамайын жауызына. Қонақ қасқырымды бір тойдырайын, бір тоқты қыстыраса бауызына. Агигагым, агигагым. Тиісіп қонақ ақын Нұрболына, Ринат нақ қарсылас болғаныма, қозыға тойдырам дейді бұл баланы. Ағам маған, ағамыз солай жырын жолдады ма? Ағасы пейіліңе рахмет. Бұл жерден айтыс тәмәм болғаны да, бастысы тойып қайтсам болды маған, осынау ел жұртымның қолдауына. Ай, жақсы ақындар, біраз шаптыңдар. Алдырыза болсын. Қазылар дайынсыңдар ма? Нұрбол, Жауынбаевқа қалай қарайсыздар? Теріс қарайсыздар ма? Онда Ринат Зайытовқа алдынан қандай шам жағасыңдар? Ринат барлық алты қазында дауысын алды, сөйтіп айтыстың ақтық сайысына шықты.